Асқабақ. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік. Усыз, дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріледі. Тағамда, мал азығында пайдаланылады екен. Асқабақ сабағының ұзындығы 2-10 метр. Жұмыр, түкті, бұтақты жайыла өседі. Жапырағы ірі, ұзынша, қыл емшелі бүйрек пішіндес. Гүлі қос жынысты, ірі сарғыш түсті. Тарамдалған мұртшалары жанында өсімдіктерге оралады. Жемісі жалған жидек, ірі, пішіні дөңгелек, сопақша, түсі әртүрлі болады екен. Шырыны жұмсақ, дәмді. Ірі жемісті асқабақтың салмағы 40-50 килограммға дейін тартады екен. Асқабақ жемісінің құрамында 15-18% құрғақ заттар, 8-10% сахароза, аскорбин қышқылы, тиамин, тағы да басқа заттар болады екен. Дәнінде 20-40% май бар. Асқабақтың асханалық сорттарын піскен, қуырылған күйінде тамаққа пайдаланады екен. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі екен. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі екен. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы да басқадан арылғысы келетіндерге таптырмайтын ем екен. Шылақтан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі екен. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ майегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де бар екен. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылады екен. Мыңда бір ауруға дауа болатын асқабақтың пайдасын айтып тауысу мүмкін емес. Атап айтатын болсақ, ол көзі нашар көретіндерге, қаназдыққа, семіздікке, несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларына, өт айдауға, бүйрекке, паразиттерді жоюға көмектеседі екен. Сонымен қатар асқабақтың дәні де, оның шырыны да адам денсаулығына өте пайдалы екен. Мәселен, бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Шырынның, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, СВ тобының дәрумендері жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап паразиттерден құртатын асқабақтың өзі екен. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емдік қасиеті де бар екен. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады екен. Сонымен қатар денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майлардың бірі ол асқабақ май екен. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линолды қышқылдан және 15% шамасында линолин қышқылынан тұрады екен. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады екен. Қышқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, өткір хош иісті тәтті дәмі бар екен. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин,
олейн, линол, тағы да басқа микроэлементтер бар екен. Ал асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайды екенсіз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады екен. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ бадаммен қосып жейді екен. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырынды немесе қайнатылған жейді екен. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегінен компресс жасаңыз. Сарауыр дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметті жақсартады, сонымен қатар әрі пайдалы екен. Асқабақтан түрлі тағамдар даярлауға болады екен. Мысалға, асқабақ қосылған құймақтар, пюре, асқабақты суға, буға пісіріп, немесе пеште пісіріп жеуге де болады екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.